Мен бүгін мемлекет басшысының қабылдауында болдым. Осы кездесуде Бәйтерек холдинг осы жылдағы 9 ай ішіндегі жұмыс туралы есеп берілді. Осы есепті кезеңде инвестициялық жобаларды қаржыландыруға 511 миллиард теңге бөлінді. Агроөнеркәсіп кешенді қолдауға 447 миллиард теңге бөлінді. Және тұрғын үй бағыты бойынша 811 мың текше метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 47 мың отбасы жаңа баспанаға ие болды. Сонымен қатар мемлекет басшысына холдингті трансформациялау және цифрландыру туралы ақпарат берілді. Осы жұмыс аясында холдинг 2 жылдың ішінде шикізаттық емес секторға өзінің үлесін 2 есе арттырады. Сонымен қатар инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін және коммерциялық банктерді экономиканы кредиттеуге ынталандыру үшін жұмыс жүргізілетін болады. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы саласында тамақ өнеркәсібі бойынша жаңа бағдарламалар іске қосылады. Жылдың аяғына дейін толыққанды экспорттық кредиттік агенттік құрылады. Және мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша моноқалалардағы, ауылдардағы және аудан орталықтарындағы тұрғындарды тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізілетін болады.